4 префектурасы Окинава аралында жүрміз. Мына қаланың аты Наха қаласы. Және де біз қазіргі бұрынғы осы аймақта өмір сүрген халықтың патшасының сарайына бара жатырмыз. Рюкю патшалығы деп аталған патшалықтың қазіргі сарайын төбеде, соны көруге бара жатырмыз.城壁に乗らないでください。Шери сарайының алдында тұрмыз. Бұл Рюкю стилінде жасалған сарай болып саналады. Рюкю стилі дегеніміз, бұл Рюкю аралдарында пайда болған стиль болып табылады. Оның Рюкю стиліне Қытайдың әсері, Кореяның әсері, сонымен қоса Жапонияның әсері, Орталық Азияның әсері өте мықты болған. Сондықтан да Рюкю стилінде біз Қытайдың да, Кореяның да, Жапонияның да араласқанын біз көре аламыз. Және де өте ескі, өте әдемі, өте керемет сарайлардың бірі. Бұдан басқа да бұл Окинаваның маңайында неше түрлі сарайлар бар, бірақ ішіндегі ең әдемісі осы болып табылады. Және де бұл сарай бірнеше рет жер сілкінісі болған кезде, содан кейін 1945 жылы Америкамен соғыс болған кезде мына жердің толығымен тас-талқанын шығарып салған болатын американдықтар. Бірақ жапондар бұны қайттан жөндеп, 2004 жылы ЮНЕСКО-ның мәдени мұраларының қатарына енген болатын. Біз жаңағы Шери сарайының ішінде жүрміз. Бұл ханның Шери, яғни Шери хандығының ханның отырған тағы. Көріп тұрғанымыздай өте бай өрнектелген. Менің ойымша мұның барлығы бұрында алтын болған сияқты. Қазір бұл қайта жөндеп, қайта өңдегеннен кейін мүмкін алтыннан жасалмаған сияқты. Жай макет ретінде. Бірақ соның өзінде де әдемілігі мен кереметтілігі жойылған жоқ деп ойлаймын. Мынау жаңағы айтқан Шери сарайының кішірейтілген үлгісі болып табылады. Біз өте бір қызық зат таптық бұл жерде. Негізі, мына жерде жаңағы айтқан сарайдың суретін салып қойғанда, әрбір сарайдың бөлігіне неге мына жері мынандай жасалған, неге мына жері былай деген сияқты сұрақтар жазылғанда, сол мына төрт бұрышты көтерсеңіз, астына жауабы бар. Мысалы,
мынау сейден деп аталатын алдыңғы жағы неге шығысқа қарайды деген сұрақта санасына қарайтын болсақ, бұл деген күнмен тығыз байланысы бар да. Бұл Рюкю хандығы күнмен тікелей байланысты болғандықтан, мұны күнге деген құрметін көрсетіп, осы сарайдың алдын күн шығатын жаққа қарай, яғни шығысқа қарай бағыттаған екен.